Бастай беруге болатын сияқты. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Ой талқыға қош келдіңіздер. Негізі бұл шара офлайн өту керек еді, бірақ өкініштісі белгілі бір себептерге байланысты осылай joint подкаст есебінде өткелі жатыр. Осы шараны өткізудегі мақсатымыз тек қана біз қауымдастық ретінде өткізгіміз келген болатын. Адамдар осы тақырыптар менің ойымша адамдарға қызық болатын секілді деген ой болды. Оған қоса қазақ тіліндегі TED Talks'тың бір түрі болсын, қазақ тіліндегі түрі болсын деген оймен осы шараны өткізуді жөн көрдік. Бүгін бізде ой талқыға қатысатын құрметті біздің спикерлеріміз бар. Бірінші біздің спикерлерді таныстырып өткім келеді. Бірінші болып бізде сөз сөйлейтін ол Ержан Бежанов. Солтүстік Корея азаматтарының көші-қон процесі тікелей және қосалқы үшінші елдер арқылы осы тақырып бойынша сөйлейтін болады. Ержан бізде Солтүстік Корея мемлекетін зерттейтін университетпен Сеулдегі ұлттық университетте білім алды магистратурада. Сол қошеметтеп қойыңыздар. Келесі біздің құрметті спикеріміз ол Дария Темірхан, суретші. Қазақстан заманауи өнерінде қазір өзінің суреттерін салып, жақында бізде Қазақстанда бетпақтала деген көрме өткен болатын. Дария Темірхан өзінің еңбектерін сол жерде де көрсетті. Өзен дейтін жобаны да атқарды. Дария Темірхан осы заманауи Қазақстандағы әсіресе ауыл мен қала тақырыбы бойынша жұмыстарды атқарып жүрген суретшілердің бірі. Қошеметтеп қойыңыздар. Солай, оған қоса бәріміз сүйіп көретін Мысық Дария деген мемдердің авторы болады. Солай, Оралдың тумасы. Солай. Келесі, енді және үшінші спикер ол мен. Осы бүгінгі ой талқының жүргізушісі, модераторы мен Торғын. Оңтүстік Кореядағы Корея университетінде білім алып жатырмын. Магистратурада мамандығым халықаралық қатынастар мен оның ішінде корейтану болып есептеледі. Сонымен бүгінгі кешімізді бастайық. Бірінші спикер бізде Ержан, Солтүстік Корея азаматтарына қатысты, көші-қонға қатысты өзінің сөзін дайындап келді. Сәлеметсіздер ме? Сөйлей берсем болады да. Сәлеметсіздер ме? Мен осы Солтүстік Корея мамандығында магистр мамандығы бойынша тәмамданған. Солтүстік Корея зерттеу университеті мен Сеул ұлттық университетінде магистр мамандығында Солтүстік Корея жайында зерттеу өткізіп, осы мамандықты тәмамдадым. Және бүгінгі алған тақырыбым жалпы көбісіне таңсық әрі тым тақырып болар. Өйткені жалпы 1948 жылы оңтүстік Корея мен солтүстік Кореяны жаңағыдай екіге бөлінгеннен кейін солтүстік Кореядағы жалпы ең жаңағыдай қоғамдық мәселелердің бірі бұл солтүстік Корея азаматтарының жаңағы көші-қон процесі, ол тікелей көшу, елден кету немесе қосалқы үшінші елдер арқылы деген тақырыпта алған болатынмын. Бұл тақырып үлкен сондай ауқымды тақырып, кішкене бір 10 минуттың ішінде нақтылап айту кішкене оңайға соқпас деп ойлаймын. Жалпы сразу жоспардан бастап айтып кететін болсам, жоспарда менде жалпы 5 бөлімге бөлдім. Қысқаша айтып кетуге тырысамын. Бірінші жаңағыдай шекарадан өту және бастапқы көші-қон. Бұл жерде елден кетуге деген солтүстік азаматтардың шешімі. Екінші, шекараны кесіп өту, яғни Қытай мен солтүстік Кореяның шекарасы арқылы қалай өтеді деген сияқты сұрақтарды кішкене талқылайтын боламыз. Және де соның кішкене ғана тармақшасы Қытайдағы көші-қон
көші-қон және адаптация болып табылады. Екінші біздегі жантарау бұл қосалқы елдер арқылы елден кету, яғни гидтер мен брокерлер қалай жаңағы солтүстік азаматтарды қалай елден кетуге деген көмектеседі, және де қиын жолдар арқылы деп бөлгенмін. Бұл жерде яғни Таиланд, Лаос, Мьянма, Вьетнам сияқты үшінші елдер арқылы қалай елден кетеді, елден қашып кетеді. Әсіресе бұл жерде ең қиындық туындыратыны жалпы Таиланд, Лаос, Мьянмадағы үшбұрыш, Бермудский треугольник деп атайды қазақша Бермудтық үшбұрыш, сол жердегі қиындықтар. Жалпы үшінші тақырып оңтүстік Кореяға кіргендегі қашып, жаңа басқа ел арқылы оңтүстік Кореяға кіру және қоныстану. Бұл жерде оңтүстік Кореяға өтініштер берген кезде жаңағы біріккен істер министрлігі Тонильбо қалай көмектеседі, басқада жаңағы төртінші тергеу процестері қалай болады. Кореяда КНБ деген бар, жаңа ұлттық барлау қызметі. Олар қалай жалпы жауап алады қашып келген адамдардан. Және де бесіншісі кішкене қоныстануға деген үкімет қандай көмек көрсетеді. Қаржылай болсын, немесе басқа да моралды, ментальды түрдегі бастапқы болсын. Шекарадан өту және бастапқы көші-қонды айта кететін болсақ, жалпы Кореяда осындай үш мемлекеттің қиысқан жері бар. Бұл Қытай, Ресей және солтүстік Корея. Бұл шекараны корейше Чопкёнггёк деп атайды, яғни Қытай мен Ресейдің шекара аймағы үш елдің қиысқан жерін Панчангпуньонгу деген жер бар. Жалпы бұл Қытайдың Цилин провинциясындағы Фунчан қаласына анда Фанчуан деген ауданда орналасқан, және онда үш ел түйіседі бұл жерде. Және де көп тұрсаңыздар, бұл жерде бұл осы үш елдің соғысуы кезінде соғысуы жалпы географиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, оңайға соқпайды. Бұл жерде дегеніміз оңтүстік жағынан Тумен өзені ағыс болып жатыр, және солтүстік жағынан Амноккан Ялу дейді қазақша. Жалпы сол өзеннің аты Ялу өзені ағыс болып жатыр. Жалпы сол өзен, екі өзеннің түйісуі да, үш мемлекеттің түйісуі да бір жерге шоғырланған болып табылады. Және де бұл жаңағыдай Қытай жағынан қараған кезде Хунчуан деген қаласы халықаралық ішкі порт қала болып табылады. Және де жалпы солтүстік Кореяға бара алмайтын кәрістер осы Туманган өзеніне барады да, Қытай арқылы. Қытай жақтан Туманган өзенін таудан шығып қарасаң, солтүстік Корея анық көрінеді. Сондықтан да жалпы оңтүстік Корея азаматтарына солтүстік Кореяға баруға деген тыйым салынғандықтан, оңтүстік Корея азаматтары солтүстік Кореяны көргісі келсе, мәдениетімен танысқысы келсе, осы Туманган өзенінің үш елдің түйіскен жеріне Қытай жағынан барады. Қытай жағынан барып, солтүстік Кореядан оңтүстік Кореядан айырмашылығы қандай деген сияқты. Және де Туманган тауына көтеріліп, өзеннің қасында тау бар, сол таудан солтүстік Кореяны бинокльмен бақылай алады. Сондықтан да бұл үш елдің түйіскен жері өте сондай маңызды саяси орын болып табылады. Және де ең жаңағы солтүстік Корея азаматтарының қашып құтылу, елден қашып шығу мақсатында осы Туманган өзені арқылы қайықпен Қытайға қашып, жаңағы елден қашып қоныс ала алады, немесе Ресей жаққа. Ресей жақта корейше Расан дейді, корейше Хасан деген жағы бар, жаңағы солтүстік Кореямен шектесетін жері. Сол кезде сол жаққа немесе Ресейге қоныс аудара алады. Және келесін кішкене айта кететін болсақ, бұл біріншіден Қытайға қоныс аударған кезде Йонбёң деген жерге жетеді. Жету үшін, Йонбёң деген қалаға жету үшін Туманган немесе Амноккан өзендерінен өту керек. Және де бұл өтуді, жалпы өту мақсатында да бұлар деген өздері өтпейді. Бұл жерде Қытай мен солтүстік Кореяның шекарасында брокерлер жұмыс жасайды. Жалпы үлкен сомадағы ақшаға келісіп, жаңағы брокерлер жаңағы ел
туысқаны Қытайда болса көмектесуі мүмкін, туысқандары ақшалай көмекпен жаңағы брокерлерге ақша беріп, және де осы солтүстік кореецтердің қашып шығуына, немесе отбасы ажыратылған болса, отбасының жартысы Қытайда қалып қойды, немесе Ресейде қалып қойса, немесе жартысы солтүстік Кореяда қалып қойса, сол отбасын алдыртуға жалпы көмектеседі. Және келесі, және осы Қытайға жеткеннен кейін олар жаңағы айтып кеткендей, брокер дегеніміз солтүстік Кореядан қашып басқа елдерге баспана іздеген солтүстік Корея азаматтары үшін байланыс орнататын делдал деп айтуға болады. Және солтүстік Корея босқындар Қытайға барып қашқын визасын, беженец визасын сұрайды, және беженец визасын алған жағдайда оңтүстік Кореяға бірден жаңағыдай визаға подавать етілады. Визаға немесе оңтүстік Кореяға баруға, Қытайдағы оңтүстік Корея елшілігіне. Және де бұл бізде жаңағыдай тікелей қоныс аудару болып табылады. Қытай Туманган мен Амнукхан өзені арқылы Қытайға өту арқылы. Және де әрине Қытай соңғы 10 жылдықта, 15 жылдықта бірден тікелей жаңағы DMZ параллель дейді ғой, сол арқылы өткісі келетіндер де бар, оңтүстік азаматтар. Бұл бірақ өте қауіпті нәрсе. Солтүстік Корея азамат жағынан қашып шығып, жаңа DMZ параллель дегеніміз, 38 параллель деген ол деген ұзын ауқымдағы километр болғаннан кейін, және де бұл жақтан қашып шығу, бұл Қытайға қарағанда 2 есе қиынға соғатын болғаннан кейін, көбісі Қытайға барып, сосын Қытайдан қашқын визасын алып, оңтүстік елшілігіне визаға подавать етіп, сөйтіп қана оңтүстік Кореяға жаңағыдай тайбукмен жаңағыдай қоныс аударады. Және де моңғол арқылы да, және де басқа үшінші елдер арқылы да бар. Соның бір жасы біздің көрші мемлекетіміз моңғол арқылы да қоныс аударатын солтүстік Корея азаматтары бар. Бұл жерде моңғол арқылы істеген кезде солтүстік Кореяда моңғол арқылы оңтүстік Кореяға келуінде жалпы мақсат қояды. Моңғолияға баратын жол шөл дала арқылы өтеді. Бұл оны өте қиын етеді, жалпы оңай емес. Дегенмен оның артықшылығы жаңағыдай Шығыс Азия мемлекеттеріне қарағанда сондай оңайға соғады, моңғол арқылы да қоныс аударылған. Және де үшінші бізде тақырып бұл қосалқы елдер арқылы кету жалпы елден, солтүстік Кореядан. Бұл жерде жаңағы олар Мьянма, Таиланд арқылы қоныс аударады, немесе Лаос және Таиланд арқылы. Бұл суретте көріп тұрғандай, жалпы біріншіден олар жаңағыдай солтүстік Корея арқылы Қытайға барып, Қытайдан жаңағы Лаос, Мьянма, Таиланд деген сияқты мемлекеттер арқылы жаңағыдай қоныс аударатын болады. Бірінші яғни мақсат әрине тікелей бізде Қытай мен Ресей болса, екіншісі жалпы Шығыс Азия мемлекеттері. Және де келесі презентацияда Бермудтық үшбұрышқа тап болуы мүмкін. Лаос, Мьянма, Таиланд деген кішкене үстіңгі жақында болу керек. Үстіңгі жақ пипетита. Осы Мьянма, Лаос, Таиланд деген бұл жерде жаңағы Қытай арқылы жаңағы Лаосқа шыққан кезде бұл жерде жаңағы Бермудтық үшбұрышқа тап болады. Бермудский треугольник деп атайды. Бұл білетіңіздер, әлем бойынша сондай құлдыққа алып кететін жерлердің бірі. Жалпы Таиландқа барып та, жұмысқа барып та құлдыққа кетіп қалып жатқан қазақ азаматтары да біз кездестіргенбіз да. Немесе Лаосқа барып соңғы уақытта да Қытай, оңтүстік Кореяға, Лаоста жаңағы IT компания жұмысқа шақырып құлдыққа алып кетіп деген сияқты мошенниктер. Жалпы осы Шығыс Азияның сондай үшбұрышында сондай өте құлдық жаңағыдай адамдарды алдап деген сияқты, осындай айлық бар, жұмыс бар деген сияқты. Сол сияқты соған оңтүстік Корея азаматтары да тап болып жатады мошенниктерге. Әсіресе үлкен сомада ақша беріп қашып сендерді оңтүстік Кореяға кіргіземін деген мақсатта. Сол кезде де бұл жаңағыдай әсіресе Бермудтық үшбұрышқа тап болып құлдыққа кетіп жалпы жатқан солтүстік Корея азаматтары да өте көп. Сондықтан да бұл жай ғана бейжай қарамайтын тақырып. Бұл жалпы өте сондай ауқымды. Мен жай ғана 10-15 минутқа шақтағаннан кейін тез айтып кетуге тырысып жатырмын. Келесі мысалға осы ютубта ссылканы қарай алсақ жақсы болатын еді. Бұл кішкене ғана 2 минуттық, 3 минуттық видео. Жалпы Beyond Utopia деген
фильм бар. Бұл фильмде сол жаңағы документальный фильм, солтүстік корея отбасы қалай жаңағы осы шығыс азия арқылы қаншама қиындықтарға тап болып кореяға кіргені жайында, оңтүстік кореяға. Қоса алсақ жақсы болатын еді, қоса алмасақ енді ештеңе етпейді. Видео недоступно деп тұр. Доступно деймін. Жарайды, онда ештеңе емес. Мен просто ссылканы ұстауға тырыстым, бірақ қандай көкпеңбек болып шықпады да, ссылка бүйтіп бірден бүйтіп ашылатындай. Одан кейін жалпы осы шығыс азия мемлекеті болсын, тікелей қосалқы мемлекеттер немесе тікелей мемлекеттер болсын, оңтүстік кореяға кіру және қоныстану процесі қалай өтеді. Жалпы оңтүстік кореяға басқа ел арқылы келген кезде олар сол елдің елшілігінен қашқын визасын алып келеді, беженец визасын, немесе сол Қытайды болсын, оңтүстік шығыс азия мемлекеттеріндегі Корея елшілігіне визаға подавать етіп, өзінің оңтүстік Кореяда туысқаны бар екенін дәлелдесе де виза ала алады. Және ең бірінші келген кезде ол Кореяға ұлттық барлау қызметі, КНБ деп айтады орысша. Оңтүстік Кореяға келген бойда барлық босқындар ұлттық барлау қызметінен өтуі керек. Ұлттық барлау қызметі жалпы елдегі солтүстік Корея мен басқа елдерге қатысты ұлттық қауіпсіздікке, халықаралық қылмысқа және барлауға жауапты ұйым болып табылады. ақш-та жалпы ЦРУ деген сондай тоже КНБ бар, сонымен оңтүстік Корея соның баламасы деп есептесе болады. Содан кейін оңтүстік жаңағы барлау қызметі тергеу процесін жүргізеді. Бұл жерде жаңағыда солтүстік Корея босқындар бір аптадан астам уақыт ұсталып, жауапқа алынады. Жауап алу кезінде босқындар тынышы ма, немесе шынымен де олар қашқын ба, беженец па, немесе шынымен де осы жақта олар қандай мақсатта жалпы қасып шықты деген сияқты сондай мәліметтер сұралады. Солтүстік Кореядағы өмірлері қалай болды деген сияқты. Осы процесс арқылы олардың жаңағыдай шын қашқын екендерін, босқын екендерін, немесе шын қандай тыныш емес екендерін анықтайтын болады. Және де олар нақты анықталғаннан кейін қандай мақсатта жалпы босқын ба қашқын ба екенін олар оқу және қаржылай көмек ұйымдастырады. Өйткені солтүстік Кореяның қоғамы мүлде басқа, оңтүстік Корея мүлде қоғамы басқа, оларға бірден адаптация жасау, бірден сіңісу оңай болмайды. Сондықтан да оларды жаңағыдай қаланың сыртында Ханабон деген олардың адаптация жасайтын кішкентай ауыл бар. Ол жақта барлығы магазиндерде, іштерінде, өздерінде, оқуын оқитын орталықтарда барлығы өздерінде жалпы. Олар бұл жерде жаңағыдай Кореяның жаңағы артықшылықтары қандай, оңтүстік Кореяның солтүстік Кореядан жалпы адаптацияға көмектеседі. Егер туысқаны болса, олар 2 ай ғана оқып жаңағы тұрады. Туысқаны мүлде оңтүстік Кореяда жоқ болған қашқындар болса, олар 3 ай оқуға міндетті. Және де бұл жерде сол 3 ай оқығаннан кейін олар жаңағы емтихан тапсырып, емтиханы өткен жағдайда тіркеу туралы куәлік алады, ID-шка алады деген сияқты. Және үкіметтен 8 миллион вон көлемінде бастапқы көмек алады. Бұл көмекті беретін жаңағы Тоңелбу біріккен орталық деп аталады. Жалпы солтүстік Корея, оңтүстік Кореяның бірігуін зерттейтін университеті. Сол жақтан және де оңтүстік Корея азаматтары сияқты тегін тұрғын үйға тіркеле алады, және де оңтүстік Корея азаматтары сияқты салық төлеп те бір жыл басында бостатылады. Одан кейін олар салық төлеп бастайды оңтүстік Корея азаматтарымен тең-бе-тең. Жалпы осы қысқаша ғана мен 10 минутқа шақтауға тырыстым. Бұл енді бұл жаңағы Beyond Utopia деген киноны көрмей, енді бұл кішкене толықтай сезініп, толықтай қандай қиыншылықтан өтеді, олар қандай процесс болады деген сияқты соның бәрін енді кино көріп немесе деген сияқты оқымасаң, енді кішкене барлығын бір енді 10-15 минутқа шақтау қиын, бірақ сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Рахмет көп-көп, Ержан. Өте қызық презентация болды. Көп-көп рахмет. Жалпы менде мындай сұрақ бар. Осы
қашқын деп айтамыз ғой енді, босқын деп те айтқан қалай болар екен деген ой келеді. Жалпы осы қашқындардың Корей қоғамына сіңісуі жайлы бірер сөз айтсаң. Өйткені менің ойымша мен де корейтану мамандығында оқимын, және менің ойымша олардың жалпы қоғамға сіңісуі өте қатты жақсы жүрмейді деген ой келеді. Сен сол туралы не ойлайсың? Әрине сондай қашқын босқынмын деп айтса, жалпы кез келген ортаға барсын, біреумен аралассын, достарымен мектепке, университетке барсын деген сияқты. Бұл жерде енді мен тальбукчамын немесе босқынмын, қашқынмын деп айтса, әрине сондай имидж өте жақсы емес. Айтқан кезде әрине сондықтан солтүстік Кореядан жалпы тыңшы мақсатында да жіберген сондай ситуациялар, сондай кейстар өте бар. Сондықтан да оңтүстік Корея азаматтары жалпы солтүстік Корея азаматтарға сене бермейді көп. Шынымен де қашып келген ба, әлде жай сол жақтан, ол жақтың енді идеологиясы мүлде басқа болғаннан кейін сол жаңағы коммунистік идеологиялық жақтан жіберілген сондай тыңшы ма деген сияқты сондай қорқыныш та болады оңтүстік Корея азаматтарының тарапынан. Сондықтан да көбісі қабылдай бермейді. Қабылдай бермегеннен кейін әрине оларды адаптация өте қиынға соғады. Көбісі жалпы жасырып өмір сүреді. Пока жалпы сіз жақындасып немесе университет болсын, жұмыста болсын, компанияда болсын, қандай қоғам ортасында болсын, сол жақтың жаңағы директорлары, басшылары айтпаса, бұл сол жаңағыдай солтүстік Кореядан келген азамат деп айтпағанша өздерімен өздері таныстырып, олар мен солтүстік Корея азаматымын, солтүстік Кореядан қашып келгенмін, босқынмын деген сияқты сондай айта бермейді. Көбісі жасырып өмір сүруге тырысады. Өйткені бұлардың жаңағы айтса сондай жұмысқа орналасуы да қиынға соғады. Бұлар айтса жаңағыдай университетке тапсырып ілігуге де өте жаңағыдай университетке түсуге де сондай қиыншылықтар болады. Сондықтан да сондай қиыншылықтардың алдарынан кедергі болып шығатындықтан сондай үлкен олар әрине жасырады, көбісі жасырып өмір сүреді. Сондықтан да бұл қоғамдық сондай бізде жаңағыдай көзқарас қой, енді жалпы дискриминация да бар, ол дейтін қоғам бар жерде, ол жерде бөліну да болады, шеттету да болады. Қоғам бар жерде ол дискриминация да болады. Оны біз иностранецтерде, шетелдіктерде сезінеміз, оны сезінбейді емеспіз шыны керек. Сондықтан да міндетті түрде әрине шетелдікке де қарағанда, салыстырғанда олардың сондай қоғамдық имиджі өте сондай одан да төмен деп айтсақ болады. Сондықтан да әрине оңай емес адаптация, бірақ енді 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл өмір сүріп жатқан адамдықта уже Корей қоғамына сіңісіп, бойына сіңіп, айтады ғой, пибылға нүкке줘요. Прям терімен сезініп, уже оңтүстік Корея азаматы болып кеткен азаматшылар да өте көп. Жалпы бұндай тальбукчаларға арналған сондай неше түрлі психологиялық вебинарлар болады. Оларға жаңағыдай неше түрлі үкімет органдарынан жеңілдіктер де болады. Және де бұларды да отдельно оқуға түскен кезде общий, чоңши суши дейді ғой, енді суның арқылы түсетін университетке. Сол сияқты емес, бұларды арнайы тікпел чоньон деген бар, шетелдіктер сияқты арнайы трекпен оқуға қабылдайды. Сондықтан да сондай әрине мүмкіншіліктер де оларға деген сондай жолдарда көп жалпы, бірақ енді ортаға сіңісу, дос табу, сүйікті адамын табу деген сияқты бұларға оңай соқпайды жалпы. Рахмет көп. Жалпы осы қашқындардың ішінен өте жоғары мысалы биліктің адамы бола тұра қашқан осындай бір қашқындардың кейсі болды ма? Мен сол қызықтырады да. Әрине, мысалға қазір айтайық, министерство unification жаңағы объединение министерства, бірігу министерствосында жалпы сол жақта жаңағы чаңғаннимға дейін көтерілгенде, басшыға дейін немесе управляющийға дейін көтеріліп сол жақта қызмет етіп жатқан азаматшылар көп. Және де көбісі жалпы қандай салада жұмыс істейді, көбісі жаңа мұғалімдік салада жұмыс жасайды. Өйткені солтүстік Корея тілі жалпы өте бай, оңтүстік Корея сияқты
ескі оңтүстік кореяның тілі сияқты, сондықтан да бұл әдеби тіл, кішкене адамдар кішкене әдебише жақсы сөйлейді, және сөздік қоры мол оңтүстік кореецтерге қарағанда солтүстік кореецтердің. Сондықтан да бұлар жалпы әдебиет, тіл, филология, социология деген сияқты салаларда жақсы үлкен лауазымды қызмет етіп жүрген адамдар да бар, әрине. Сосын жаңағы инкон дейді ғой, человеческие права, адам құқығы жағында да сондай сол сияқты сондай халықаралық достықтарда жұмыс істеп, немесе жаңағыдай сондай человеческие права, адам құқығын зерттейтін лаборатория болсын, исследовательский центр болсын, сондай жерлерде қызмет етіп жатыр көбісі. Жалпы әрине Кореяда осындай политика бойынша да екі жаққа бөлінеді, левый правый деген сияқты, упа чапа деген сияқты. Жалпы біреуі коммунизм, біреуі демократия деген сияқты. Әрине коммунизм жақта, коммунизм билікке келген кезде, мысалы Юн Сок Йеол келген кезде билікке, әрине бұлар көтерілді, лауазымдарын көтеріліп, кішкене бұлардың да имиджі жақсы болды. Енді қазір Юн Сок Йеол коммунистический партиясы құлап, қазір Ижемён демократия партиясы қайттан билікті қолға алғаннан кейін, енді әрине қазір кішкене жағдайлары онша емес. Бұл да енді 5 жыл сайын президенттік сайлау қай партия жеңіске жетеді? Коммунистік партия жеңіске жетеді. Консерваторлардың. Консерваторлар жеңіске жетсе, бұлар жаңағы кішкене лауазымдық жағынан болсын, 5 жыл жаңағыдай мүмкіншіліктер ашылады. Жалпы демократический партия жеңіске жеткен жағдайда, енді бұлардың да кішкене көп жаңағыдай жұмыс орнынан босатылу деген сияқты неше түрлі жаңағыдай жалпы имиджі жақсы болмайды деп түсінсек болады. Барлығы елдегі саясат қай бағытқа бағытталып жатыр, соған байланысты ғой. Көп рахмет сұрақтарға жауап бергеніңе және презентацияң үшін көп рахмет айтқым келеді. Жалпы біздер осы қазір менде сабақ алып жүрмін солтүстік Корея қоғамы жайлы. Біз алдында тіпті профессорымыз бізге солтүстік Кореяның Шрек мультфильмін көрсеткен, дубляждалған, өте мүлдем басқаша деңгейде сапалы аударған, корейше өте сапалы деңгейде аударған. Қарап соны бір қызықтап қалдық та, өйткені мысалы біз Кореяда кинотеатрға барған жағдайда жай ғана субтитрмен қарайсың, бірақ ол субтитрдің өзі де әдемілеп аударылмаған да. Сондай осындай тіл жағынан да ерекшеліктерді байқаған өте қызық болды. Көп рахмет айтқым келеді. Мысалы, ендеше меніңше келесі тағы басқа сұрақтар болмаса, келесі спикерге кезек бергенімізде дұрыс шығар деп ойлаймын. Көп рахмет. Келесі спикер бізде Дария Темірхан. Мен ойымша интернет дұрыс жасамай тұрған сияқты. Енді естілдіңіз. Мәсәлән, наушник мүлдем жұмыс жасамайды екен. Осылай дұрыс естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр. Мен негізінде сұрақ қояйын деп едім. Оның алдында спикерге. Тыңдап тұрмын. Мен сұрайын дегенім, мен Корей фильмдерін жақсы көремін деп. Ескіде, жанасында, дорамада, сондай боевиктерде. Және байқағаным, бұрынғы фильмдерде солтүстік корейлерде кәдімгідей залым ретінде көрсеткен негізінде. Шынымен де олардың идеологиясы басқа, дүниетанымы басқа, ал қазіргіде керісінше оларды ақтап жатқандай. Мысалы, тіпті сол Игра кальмара, ол жердегі жақсы басты кейіпкерлер олар солтүстік Кореядан, 1-ші, 2-ші, 3-ші маусымдан да, және де мысалы тіпті романтикалық дорама шықты, оңтүстік кореялық қыз және де солтүстік кореялық кәдімгідей әскердің қызметшісі ретінде, және де осы бұған саясат байланысты ма, әлде оңтүстік Кореяның өздері пікірлерін өзгертті ма, әлде олар бірімен сіңісіп кетті ма дегендей сияқты сондай сұрақ қояйын деп. Бұл жерде енді пікірлерін өзгеріп деп ойламаймын мен, жалпы өйткені жастардың пікірлері мүлде бөлек, үлкен кісілердің пікірлері мүлде бөлек. Қазір айтады ғой, МЗСД
жалпы жастар 2000 жылдан кейін туылған жастардың мүлде солтүстік кореяға деген қызығушылығы өте жоқ, өте төмен. Жыл сайын опрос жасайды, мүлде олар типа қазіргідей бөлек болып өмір сүріп жатыр қой, неге біз солтүстік кореямен қосылу керекпіз деген сияқты сондай позициялар бар. Енді жаңағы бұл кинолардың да шығуы кезінде мүмкін саяси партиялық биліктің де орнығуына байланысты деп ойлаймын. Кезінде Мун Чже Ин кезінде мүлде дүркіреп тұрды солтүстік корея мен оңтүстік корея қатынасы. 2018 жылы Дональд Трамп, Мун Чже Ин, жаңағы Ким Чжон Ын, Ким үшеуі де жаңағы DMZ-да кездескен болатын. Сол сияқты жаңағы Мун Чже Иннің де кезінде саясаты жаңағы этнический кәрістер болсын, жаңағы солтүстік кореядан Чосон сол жақтың адамдары болсын, сол жақтың адамдарына да жаңағыдай ПМЖ сияқты визалық жаңағы процестер жеңілдетті және де гражданство алуға да сондай өте қолайлы жеңілдетіп шараларды кішкене деген сияқты. Сол кезде Мун Чже Ин кезінде дүркіреп тұрды. Содан кейін енді бұл жерде де Юн Сок Йол келді. Юн Сок Йол кезінде ол өте аз отырды да 2,5 жыл. Қазіргі қайттан сол Мун Чже Ин партиясындағы Lee Jae-myung келді. Сондықтан да енді бұл жердегі сол жаңағы қазіргі жақсы сондай кинолар түсіріп, сондай жақсы имидж көрсетіп жатқаны мүмкін саяси партиялардың ауысуына байланысты шығар деген ойдамын. Ал енді кореецтердің жалпы ойы, көзқарасы солтүстік кореецтерге деген өзгермеді деп ойлаймын. Үлкен кісілер әрине 60, 70, 80 жастағы кісілер солтүстік кореяның кішкене бір бөлінуін сезінген кішкентай болса да сол кезде. Ол кісілер енді сол жақта туысқандары қалып қойды, достары қалып қойды деген кезде, бөлінген кезде әрине сондай өте туысқандар басқа елде, өздері басқа елде мүлде көрісе алмайды, кездесе алмайды дегеннен енді жүректері қатты ауырып, жаңағыдай олар жаңағыдай отбасылардың бөлінуі деген сияқты. Сондықтан да үлкен кісілер енді әлде әрине қосылса екен екі мемлекет түбінде деген сияқты. Біз көрмесек те біздің балаларымыз соны көрсе екен деген сияқты. Сондай әрине ниеттері бар. Ал енді жастардың қазіргі ой пікірі мүлде бөлек. Өйткені бұлар мүмкін тіпті оңтүстік кореяны жек көретін жастарда. Жалпы қызылдар деп атайды оларды. Пәлгени деп атайды, сондай жалпы сондықтан да қызылдарды жалпы жек көріп, жалпы ұната қоймайтын жастар өте көп. Сондықтан да бұл жерде енді бұл биліктің келуіне байланысты да жақсы еместер болып жатқан шығар деген жай ғана өзімнің ойым. Рахмет. Рахмет. Оған қоса жаңадан фильм шықты, Good News деген, жақсы жаңалық деген, сол фильмді көруге ұсынам. Өте комедиялық, сатиралық бағытта түсірілген фильм, маған қатты ұнады. Әсіресе ол жерде солтүстік корея мен оңтүстік кореяның арасында қарым-қатынасты жақсы көрсетеді. Оған қоса жалпы оңтүстік кореядағы азаматтардың билікке деген көзқарасын жақсы сатира есебінде күшті көрсетеді. Бізге де сондай фильмдер түсірсе екен деген ой келеді әрине. Соған жетіп қалармыз. Сол фильмді көруді ұсынамын. Өте жақсы түсірілген. Рахмет. Ендеше меніңше келесі спикерге сөз кезегін беруге болады деп ойлаймын. Рахмет. Сәлем, мен атым Темірхан Дария. Мен суретшімін, Оралдың тумасымын, Торғын секілді. Батыс Қазақстан. Маған жалпы шақыру келген кезде сондай екі күрделі тақырыпты біріктіруге сондай жаттығу келген сияқты. Мен өзім заманауи суретшімін, бірақ та одан бөлек мемдерді шығарам өзім. Және де бұл мен адами қасиетінің екі әртүрлі бағыты. Жалпы соңғы жылдары менің өнерімдегі басты тақырып ол өзен, Жайық өзені, жалпы Батыс Қазақстандағы сулар. Ол Батыс Қазақстан ол сондай суларға мол, және де су ол біздің күнделікті өмірімізде сондай біріккен нәрсе.
және де мен байқағанша басқа Қазақстан өлкелерінде болған кезде батыс Қазақстандағы су ол біз өзімізді сумен теңестіреміз және де өзімізді суға теңейміз, және де мысалы Алматыда ондай жоқ секілді. Сондықтан да осы тақырып мен үшін өте қызықты бола бастады. Және де қазір Целинаның ашылуында қатысып жатырмын. Ол жердегі басты тақырып ол Арал теңізінің жоғалуы. Сондықтан да Арал теңізі жоғалды, бірақ та Жайық өзенінде жоғалуы мүмкін деген ниетпен мен өзімнің жұмысымды бастадым. Сондықтан да Жайық өзені жоғалса, онда оның пірлері, сақшыларын айдаһар ретінде көрсеткім келді. Сондықтан да мендегі жұмыс ол Целинаның Сидоркин графитосында, кәдімгідей кіреберісінде, ол кеш батқан кезде әртүрлі айдаһарлардың бейнесін көрсету. Бұл айдаһарлар ол Жайық өзенінің сол пірлері, сақшылары, оны қорғайтын, оны сақтайтын, оған көмектесетін, және де мені бұл жұмысқа шабыттандырған ол сол судың тасуы. Жалпы Оралда, Батыс Қазақстанда су тасуы жиі болады. Тіпті қатты су тасымаса да, көктем келген кезде, қар еріген кезде адамдар сондай баррикада қойып, қапшықтарды тасып, алдын ала дайын болуға тырысады. Және де ол жыл сайын болатын нәрсе. Меніңше ол бір судың қаһарын көрсетеді. Ол сондай көктем кездерде сондай болады, бірақ қалған мезгілдерде су бізге өмір береді. Судың өзі өмір береді, және де біз балық аулаймыз, сондай ауыл шаруашылықты толығымен суға қарап жасаймыз деген сияқты. Және де бұл судың табиғаты сондай күрделі, бір жағынан ол қаһарлы, екінші жағынан ол саған өмір береді, саған қамқор болады деген сияқты. Сондықтан да судың бейнесі қандай болуы мүмкін деген өзіме сұрақ қойған кезде, сондай айдаһарлар меніңше ең сондай үйлесімді образ бейне сияқты болып көрінді. Себебі айдаһарлар ол жағынан ертегіге қарасақ, әсіресе сондай батыс елдерінде айдаһарлар ол әрдайым залымдар, сондай ханшайымдарды ұстайтын деген сияқты. Бірақ та бізде қазақтарда, түркілерде айдаһарлар ол жыланның бір түрі және де ұлудың бір түрі. Сондықтан да айдаһарлар ол табиғаттың бір бөлшегі, үлкен бір бөлшегі ретінде көрсетіледі. Сондықтан да сондай екі жүзді деген сөз келіседі, бірақ 200 деген сөздің мағынасы жаман да, бірақ та шынымен де айдаһарлардың әртүрлі қырлары бар. Соны көрсеткім келді. Сондай ниетпен жасадым. Және де осы Өзензин деген баспа шығарған болатын. Ол жерде тек қана өзім емес, мен әртүрлі батыс қазақстандық ақын жазушыларды бірігіп, сол суды қалай естисіз, су жайлы қандай естеліктеріңіз бар деген сұрақ қойдым. Ал қандай формада, қандай өлең жаза ма, эссе жаза ма, шығарма жаза ма деген қатты талап қойған жоқпын. Және де маған ұнағаны өте әртүрлі форматта болды. Кейбіреулері кәдімгідей ғашық болып, сол ғашықтығын суға, өзенге білдіргісі келсе, кейбіреулері өзінің мұңын білдіргісі келді. Бірақ та ақырында бүкіл өлеңдерді оқып шықсаңыз, ол жерде өзен сондай бәрін өзіне қабылдай алатын күш ретінде көрсетілген. Және де меніңше осы батыс адамдарында осындай бір дәстүр бар. Суға барып, өзінің мұңын айтып, немесе қуанышын айтып, немесе ғашықтығын туралы бөлісу, сондай бізде бар сияқты. Сол соңғы осы 2 жылда суға байланысты жұмыстарды жасадым. Ары қарай жалғастырып жатырмын. Неліктен десеңіз, меніңше біздің үкімет сондай судың жоқ болуына аса қатты мән бермейді. Сондықтан да бәлкім Арал теңізінің жоғалуы сол Каспиймен де, Жайықпен де қайталануы мүмкін. Сондықтан да Арал теңізі бойынша негізінде көп деректер де қалған жоқ, көп фотолар да қалған жоқ, және де
көп өлеңдер мен білмеймін дастандар да аса тапқан жоқпын. Сондықтан да мен үшін ең өкінішті сол аралдың бір су ретіндегі күші туралы мәлімет болмағаны. Сондықтан да сол қайталанбас үшін мен бүкіл батыс қазақстаннан көрген әрбір адаммен танысып, олмен бірлесіп жұмыс жасауға бірігіп осы судың жоғалу жайлы бірге жоба жасағым келеді. Бұл менің сондай суретшілік тұсым. Ал енді кішкене сили тентектік жағым жайлы айтатын болсам, мен Мысықдария деген парақшаны жүргіземін. Осы парақшаны бастауының ниеті ол Инстаграмда жалпы ғаламторда өте көп мысықтар мен мем бар да. Ағылшынша болсын, орысша болсын, қазақша болған жоқ мүлде. Және ол мен қынжылтатын кәдімгідей, себебі кей кезде адамдарға сондай мысықтармен байланысты өзінің көңіл күйіңді білдіргің келеді де, ештеңе болған жоқ, тіпті бір крашына сен менің крашымсың деп жіберетін мен болған жоқ та, соған кішкене мұңайып жүрдім де, сосын керісінше сондай бос ниша, керісінше сондайды өзім жасай аламын ғой, негізінде қиын емес қой деп солай бастадым. Мен аса танымалмын деп айта алмаймын. Бірақ та кейбір мемдер соншалықты бәріне түсінікті, және де ол кәдімгідей қазнетте таралып жатады. Сонда мен ойлаймын, негізінде өзіңді өз тілінде білдіру өте маңызды. Қайткенмен де, қаншама сен тіл білмесең де, кейбір сөздің ерекшеліктері бар, сондай тек қана қазақ тілді адамдар айтатын, тек қана қазақ тілді адамдар білетін өлеңдер бар, сөздер бар деген сияқты. Және де соны қазіргі заманауи бәрі өзгеріп жатқан, және де бәрі постмодерн мем сайқымазақтық эрада болып жатқанда соны білдіре алу өте маңызды. Меніңше мен енді бір революция жасадым деп айтпаймын, бірақ та тілдің дамуы ол заманауи болуы, оның өзгеретіні, және де жастар соны сөйлеп айтуы ол өте маңызды. Сондықтан да мен әрбір қазақша мемдерді жасайтын адамдарды өте қорғаймын. Себебі біздің тіл өте тірі деген сөз ғой. Біз әлі де онымен сөйлесіп жүрміз, және де осы кәдімгідей әр секунд сайын жаңа болып жатқан кезде біз әлі де өзімізбен сондай мем арқылы сөйлесе аламыз деген сөз. Ол демек біз қазақ тілі тірі, өз өмірін жалғастырады, ол өзгеруге мүмкіндігі бар деген сөз. Заман талабына байланысты деген. Солай. Рахмет көп. Дария, жалпы менде Инстаграмда сізді жиі бақылап қарап отырамын, сіздің посттарыңызды да, мемдеріңізді де жиі қарап, достарыма бөлісіп отырамын. Тіпті сіздің мемдеріңізді достарыма жаңағыдай әзіл ретінде жіберемін. Мысалы, сен жуындың ба? Мысалы, мен қыз бастықпын деп, маған қатты ұнайды. Көп рахмет сізге. Өйткені шынымен де мем туралы қазір айтатын болсақ, ол біздің өміріміздің бір алып тастай алмайтын бөлшегіне айналған сияқты. Өйткені біздің көңіл күйімізді де экспрессия жасағымыз келсе, немесе бір сезімдерімізді де айтқымыз келсе, мемдер өте жақсы көмектеседі. Өйткені кейде сөздермен оны жеткізу мүмкін болмай жатады. Ал мемдер өте жақсы көмектеседі. Және осы ковидтан кейін менің ойымша мемдер өте қатты белең алып кеткен сияқты деп ойлаймын. Адамдар үйде іштері пысады, өте жақсы көмектескен сияқты деп ойлаймын. Жалпы мен сосын сіздің өзен зен деген жұмысыңызды да былай интернеттен жаңағы өзіңіздің шығарып жүрген посттарыңыздан байқап қарадым. Маған қатты ұнады. Енді шынымен де кәдімгі шынайы өзім көзіммен көргім келеді. Өйткені мен де суды өте қатты жақсы көремін. Әсіресе енді жайықта дүниеге келгендіктен жайықтың маңызы, Каспийдің маңызы, Аралдың маңызын енді біз
былай түсінеміз, білеміз, бірақ шынымен де жаңа сіз жақсы атап өттіңіз, үкімет қатты мән бермейтін сияқты, тіпті қазіргі таңда бізге экология саласындағы дипломаттар өте қатты қажет деп естіп жатырмын, өйткені алдағы уақытта Орталық Азияда су тапшылығының кесірінен конфликтілер өршуі мүмкін деп айтып жатыр. Шынымен де мысалы үкіметтің сол су тапшылығына мән бермей жатқаны қатты қынжылтады. Аралға қатысты сонда мүлдем ешқандай деректер таппадыңыз ба? Сонда біз халық ұлт ретінде жадымыздан шығарып алған болып тұрмыз ғой, сонда барлық нәрсені жіберіп алған сияқтымыз. Жоқ, аңыз бар. Сол негізінде сол барса келмес ол неліктен Целиннің барса келмес тақырыбын таңдады. Себебі оқиға желісі сол Арал теңізінде болып жатады, және де аңыз бойынша Арал теңізі жоғалады. Және де сол Арал теңізі жоғалған кезде, жойылған кезде сол жердегі Арал теңізінің астында ұйықтап жатқан айдаһарлар ызаланып сыртқа шығады, сыртқы дүниеге шығады деген сияқты. Және де ол сол негізгі аңыз, бірақ та Арал теңізі жоғалған кезде үлкен буын кішкентай болған еді. Архивті фотолар бар, бірақ та мысалы о менің аралым деген сияқты атақты өлеңдер естімеппін. Мысалы Жайық туралы, Каспий туралы өлеңдер көп. Ол жерде арнаулар бар. Сол Қыз жібек, иә, ол біздің кәдімгідей сен Жайықтың жағалауында өскен кезде сен оның бәрін есте сақтап жатқа білесің деген сияқты. Ал Аралдың күшін, маңыздылығын бізге жете алмағандай болып сезілді мен үшін. Және де мен соны қайталағанын қаламаймын. Біздер қазір Кореядағы жаңа өнердің тарихын өтіп жатырмыз. Сондай сабақ алдық. Сол кезде де жаңағыдай айдаһарлар туралы айттыңыз ғой. Айдаһар мен тасбақаның бір денені бөлісіп, сондай шығыс қақпаны, жаңағыдай өлілер әлеміне баратын бір шығыс қақпа бар, батыс қақпа, солтүстік қақпа және оңтүстік қақпа деп бөлінеді екен. Сол шығыс қақпаны, қателеспесем, соны қорғайды екен. Бірақ профессордан сұрадық, ол нені білдіреді, неге ондай мақұлық неге олай шығып тұр? Мысалы, біз үшін енді айдаһарды біз жылан деп айтуымыз мүмкін, айдаһар деп айтамыз, бірақ оны тасбақамен байланыстырмаппыз да. Сол маған өте қатты қызық болды, бірақ профессор оны бізге айтып түсіндіре алмады, өйткені ұмыт болған екен. Ешқандай дерек жоқ. Жай ғана бір мифологиялық бейне ретінде қалған. Ал сіз неге мысалы сол айдаһарларды таңдағаныңыз қатты қызық болып тұр да? Неге басқа мифологиялық кейіпкерлер емес? Неге дәл айдаһарды таңдадыңыз? Мен айдаһарды түсімде көрдім. Содан кейін соған шабыттандым. Ол біріншіден. Екіншіден, жалпы қазақтардың наным-сенімдер бойынша бұл дүниеде және де сиқырлы дүниеде әрбіреуінің екі бейнесі бар. Былайша айтқанда, қарапайым осы дүниеде біз ұлуны көреміз, ұлу бар, бәріміз көрдік. Ал оның сиқырлы дүниедегі келбеті ол айдаһар. Және де біз солай дауласып жатамыз ғой, айдаһар жылы, ұлу жылы, неге бізде ұлу жылы, бүкіл әлемде айдаһар жылы деген сияқты. Соған байланысты. Себебі қазақтарда әрбір кішкентай дүние оның өзге үлкен нағыз күші көрсетілген формасы бар. Және де мені бұл қатты шабыттандырды. Себебі ұлу сондай кішкентай, ұлу баяу, түрі де сондай онша емес негізінде. Бірақ та оның толыққанды потенциалы ол айдаһар болу, қорғау. Және де бұл мені шабыттандырды. Себебі кейде адам ретінде мен өзімді сондай кішкентай құтапыштай болып сезінемін де, ешқандай бір күшім жоқ сияқты, мағынам жоқ сияқты, ештеңе өзгерте алмаймын. Сосын соған шабыттанып, бәлкім өзге дүниеде мен сондай қаһарманмын деген сияқты деп ойладым. Сосын маған
мысалы кішкентай тоты құс, осы дүниеде кішкентай тоты құс, ол өзге әлемде сондай феникс болуы мүмкін. Және де неліктен мысалы қазақтар әсіресе үлкен әжелер мен аталармен сөйлескенде бұны бүйтпе, мынаны теппе, бүйтпе, анан құмырсқаны таптама деп айтады ғой негізінде. Сондай құдай паштай кішкентай жәндіктерде неге сен күшің көбірек қой, неге сен оларды аялау керексің. Бірақ та бәлкім олар өзге дүниеде сондай үлкен күш көп, және де сол арқылы ол саған өшін алуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан да сен табиғатқа сондай махаббатпен қарау керексің. Себебі сен адам ретінде оның толыққанды әдемілігін, күшін, қаттылығын көріп жатқан жоқсың. Рас. Рахмет көп. Мен ойымша жаңағы сіз айттыңыз ғой, екі қыры болады, сосын жаңағыдай бәлкім алпауыт күші бар шығар өзге дүниеде деп. Мысалы, мен есіме түсіп тұрған нәрсе, әдебиет сабағында біздер ертегілерде әрбір жаңағы аңның өзінің сырттаңы болады деп естідім. Мен аңға тілім келмейді, кішкене кешірім өтінемін. Сол сырттаңы болады. Мысалы, иттің сырттаңы дейді, жігіттің сырттаңы дейді. Яғни мысалы дәл сол есіме түсіп кетті. Бәлкім сіз айтқандағыдай ұлудың да сырттаны айдаһар шығар, бәлкім, кім біледі, расымен де. Өйткені сырттан деген достар, олар ол бір мысалы адамның да сырттаны болады деген сөз. Яғни жаңағы қарапайым адамнан оның күші 10 есе, 20 есе көбірек болады. Мысалы, ол адам айлакер болуы мүмкін, қу болуы мүмкін, ол өте мықты бір кейіпкер болуы мүмкін, жаңағы қарапайым адамнан 10 есе күштірек болады дейді. Иә, сол есіме түсіріп жібердіңіз. Иә, көп рахмет. Егер басқа да қатысушылардың мысалы сұрақтары болса, чатқа жазыңыздар, мен сіздерді мына жерге қосып, өздеріңіз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Сұрақтарыңыз болса. Менде бір сұрақ бар. Сіздің ең сүйікті меміңіз қандай, өзіңіз жасап шығарған? Өмір не болып кетті. Судың қасында тұр. Иә, өмір не болып кетті, есімде. Мен негізінде ойламаппын, бірақ бүгін түнде мен Кореяға байланысты мем жасаған едім. Иә, бүгін көрдік. Айтсам енді дұрыс болмас, бірақ та иә. Сол ойладым, мен бүгін қатысам, осылықтан болар. Иә, өте қызық мем. Міндетті түрде Мысықтария парақшасына қосылыңыздар, жазылыңыздар. Өте қызық мемдер, бүкіл өзіңіздің өміріңіздегі жағдайға байланысты мемдерді тауып аласыздар. Иә, көп рахмет сізге, Дария. Рахмет шақырғанға. Рахмет. Иә, ендеше, қол шапалақтаймыз. Ендеше келесі спикерге сөз кезегін берейік деп. Жақсы, рахмет көп. Сонымен достар, келесі сөз. Мадина, сіз сұрақ қоясыз ба? Рахмет көп, өте қызықты болды дейді. Біз әлі жалғастырамыз, келесі спикеріміз бар. Келесі спикер ол мен Торғын, Корея университетінің студентімін, халықаралық қатынастар, корейтану мамандығында оқып жатырмын. Бүгінгі менің тақырыбым ол ашаршылыққа қатысты болғалы тұр. Неге бұл тақырыпты таңдадыңыз десеңіздер, өйткені байқағаным, жастардың арасында бұл тақырыпты көп айта бермейді, біле бермейді. Жай ғана 31-ші мамырда еске түсіретін бір оқиғаның есебінде қана сияқты. Сол себепті жастар көбірек білсін деп сол тақырыпты алған болатынмын. Дисклеймер, мен тарихшы емеспін, бірақ мен бастапқы мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті, филология. Қазір енді бірақ өзім бала кезден тарихқа қатты қызығамын. Сүйікті сабақтарым бір болды, әрі осы тақырыпта бірнеше материалдарды қарастырып, сол бойынша сөз сөйлеуге шешім қабылдадым. Қазір
Мгм. Так, сіздерге экран көрініп тұр ма? Қазір бір минут. Сіздерге так, бір минут қазір. Дария қарап жүрсіз қазір? Так. Көрініп Сіздерге тұр, көрініп бірақ тұр ма? бұл иә Ержанның презентациясы. Ержанның ғана презентация. Окей, қазір бір минут. Кешіріңіздер қазір бір минут. Көрініп тұр ма? Әзірге жоқ. Ой, что-то қосылмай тұр. Кешірім өтінемін, қазір бір минут. Окей. Жақсы, ендеше. Рахмет. Так, ендеше кеттік. Жалпы бүгінгі осы тақырып бойынша осындай слайд жасаған болатынмын, презентация жасаған болатынмын. Бірінші енді кіріспе ретінде сөйлеймін, содан кейін ашаршылық шарттарын айтамын, одан кейін бізде жалпы Қазақстан тарихында ашаршылық қанша рет болды деген сұрақ болған кезде қазақ ғалымдары 4 рет болды деп айтады. Өзім де 4 рет болды дегенді естіген кезде қатты шошыдым, бірақ бүгін мен тек қана 21-22 жылдардағы ашаршылық пен 30-33 жылдардағы ашаршылықты айтатын боламын. Келесі ол ашаршылықтың салдары қалай қазақтарға қалай тиді, сол туралы сөз қозғайтын боламын. Одан кейін ашаршылық туралы зерттеулер, біз не оқимыз, біз не тыңдаймыз, ашаршылық туралы білімімізді арттыру мақсатында сіздерге бір шағын ұсыныстар дайындап келдім. Одан кейін сұрақ-жауаптар сессиясына кесек берсек болады. Иә, жалпы ашаршылыққа дейінгі қазақтың тұрмысы қандай болды деген сұрақтарға жауап іздеген дұрыс болатын сияқты. Жалпы қазақ халқы енді бізде жартылай көшпелі тұрмысты ұстанды дейді. Яғни ол территорияға байланысты. Оңтүстіктегі қалаларда тұрған қазақтар, олар енді отырықшы есебінде де өмір сүрді. Бірақ солтүстік міне батыс шығыс жақтағы қазақтар, олар көбінесе көшіп қонып жүрді. Яғни көшпелілердің өмірі неге байланысты? Ол әрдайым ауа райға, климатқа және қыстың қалай қатты немесе жеңіл өтуіне байланысты олардың тұрмысы соған байланысты өзгеріп отырған. Мысалы, қазақтар үшін өте қатты қиналатын мезгіл ол қыс болған. Жалпы сосын қазақтардың тұрмыс тіршілігінде байдың функциясы қандай болған деп айтатын болсақ, көп жағдайда біз Кеңес одағының салдарынан біз байларға қатысты ойларымыз кереғар. Мысалы, біз айтамыз бай жаман деп айтамыз, бай жаңа кедейлерді қанаған деген сондай пікірмен өстік, өйткені біздің әдебиетімізде сондай болды. Әдебиеттегі мысалы кейіпкерлер де барлығы байларды өте жаман көзқараста сондай қырларын көрсетуге тырысты. Бірақ мысалы
байлардың функциялары болған, олар қандай қызметті атқарған, яғни ауылдар өздерінің әрбір румен өмір сүрген кезде ол жердің өзінің бір байы болады, сол бай руды асырайды, яғни оның жаңағы өрісіндегі жаңағы малы сол жаңағы ауылдағы адамдарды асырауға көмектесіп отырған. Мысалы кейбір балаларды мысалы қалаларға оқытуға жіберіп отырған, жетім жесірлерді жарылқап жүрген, яғни байдың өзінің сондай көмектесетін меценат есебіндегі бір өзінің бір функциясы болған, асыраушы болған. Бірақ енді 28-ші жылдары әрине білесіздер, байларды компискілеу заңы қабылданды. Сол себепті бізде кеңес одағы кезінде енді бай мен кедей, шаруа деген мысалы сондай тақырыптарды қозғағандықтан қазақ байлары сол кеңес одағы кезінде қатты қаналды. Жалпы 1920-30 жылдардағы тарихи контекст туралы айтатын болсақ, 20-шы жылы Қазақстан, біздер қазақ даласында Қырғыз АКСР құрылды, яғни біз ол кезде қырғыздар болып есептелдік. 25-ші жылы 13 қыркүйекте Голощекин Қазақстан өлкелік партиясына партияның комитетінің хатшысы болып қызметке тағайындалды. Содан кейін 28-ші жылы 28 тамызда бай кулактарды компискілеу туралы заң қабылданды. Одан кейін барлығымызға белгілі Голощекин кіші қазан заң қабылдап, сол қазақ даласында екінші кіші қазан өткіземін деп қазақтарға үлкен зардабын тигізген осы ашаршылыққа алып келді. Келесі енді жағрапиялық контекстті алатын болсақ, ашаршылық қай жерлерде болған? Біздің ойымызша енді тек қана Қазақстанда болған жоқ, ол қазақ жерімен қоса Украинада да болды, Волга немістері де осы ашаршылықтан қиналды, және казак кландары да олар орналасқан жерлерде де ашаршылық болған. Келесі енді ашаршылық алғышарттары туралы айтатын болсақ, жалпы осы не түрткі болды, қандай себептер болды? Ол кеңес одағының билікті орталықтандыру саясатын жүргізе бастаған, осы орталықтандырғысы келген ниетінен басталды. Ұжымдастыруға алып келді, кейін қазақтарға алым-салықтар көбейді. Мысалы, бір отбасы жаңа астық салығын төлейді. Мысалы, ойлаңыздаршы, қазақтар мысалы аграрлы мемлекет емес, ол біздің тұрмысымызда өзіміздің мал бағып, сол бойынша өмір сүргенбіз. Ал астық екпейтін елден солай астық салығын салып отырған, оған қоса астық салығымен қоса ет салығын да салып отырған. Келесі қазақ АКСР-ді одақ олар мал шаруашылығы өнімдерімен қамтитын база ретінде, жер ретінде істеп өзгерткісі келді. Өйткені олардың түсінігінше қазақтарда мал өте көп, біз осыны пайдалануымыз керек, және әрине шұрайлы жерлерді егістік алқаптарын жасап, сондай егістікпен және етпен, мал шаруашылығы өнімдерімен қамтитын бір орталық база ретінде істегісі келді. Келесі Голощекиннің кіші қазан саясаты, одан кейін жалпы бұлардан бөлек тағы алғышарт болған нәрсе ол қуаңшылық, яғни қуаңшылық жаңбыр жаумайды, жазда мысалы жаңбыр жаумайды, шөптер, тұяқты жануарлар не істейді, олар қыста мысалы шөпті шүйгіндеп былай тұяқтарымен алып жеу керек қой, бірақ ондай ештеңе болмаған соң қыста жердің бетін қар басқан кезде, мұз басқан кезде мал қырылып, одан жұт болады. Сөйтіп, осы алғышарттардың есебінен қазақтарда ашаршылық болды деп айтады. Енді біз 1921-22 жылдардағы ашаршылық туралы сөйлесетін болсақ, 20-шы жылы қазақ АКСР құрылды. Сол бір жыл өтпей 21-22 жылдары аштық басталып кетті. Бұл аштық белең алған губернияларды алатын болсақ, 5 губерния, ол Орынбор, Ақтөбе, Орал, Бөкей және Қостанай губерниялары болған. Онымен қоса Адай уезі де сол кезде 20-шы жылы қуаңшылықтың салдарынан ашаршылыққа ұшырады. Ол кезде 2.333.000 адам ашаршылыққа ұшыраған. Бұл ашаршылықтан қайтыс болды деген сөз емес, яғни аштыққа ұшыраған деген сөз. 5 губернияны есепке алғанда, сол ашаршылықтың құрбандары ол 1.100.000 адам деп жазылған екен. Енді бұл кезде бізде осы ашаршылықты зерттеген итальяндық әйел ғалым кісі бар, ол кісі Никола Пьянчоло, ол кісі осы кезде 400.000 бала панасыз қалған дейді.
200 мың бала Орынбордың баласы болса, 114 мың бала Қостанайда панасыз әке шешесінің қарауынсыз қалып қойған екен. Осы кезде Орынборда билік басында Сейтқали Мендешев отырды. Орталық билікке ол кісі осындай ұсыныс тастады. Ол кезде бәрімізге белгілі, Қазақстан территориясына басқа республикалардан, басқа елдерден, одақтың басқа жерлерінен адамдарды жүре Қазақстанға көшіре бастады. Сол кезде Мендешев Сталинге, Ленинге ол кезде билік басындағылар айтады, қоныс аударып жатқан адамдарды кері қайтарайық дейді. Өйткені ол қоныс аударып жатқан адамдарды мүлтіксіз жаңағы сол орналасқан жерге қоныстандырып, оларды кейін қоғамға енгізу үшін, адам қылу үшін сол жердегі билік мүшелері және адамдар көмектесу керек. Яғни аштықтан қырылып жатқан адамдар ол қалай көмектеседі? Сол себепті қоныс аударып жатқан адамдарды кері қайтару жайлы ұсыныс айтады. Әрине ол ұсыныс қабылданбайды. Кейін Мәскеуден азық-түлік жіберуін сұрайды. Бірақ осы кезде басқа осы Сейтқали Мендешев басқа губерниялардан көмек сұрай бастайды. Ол кезде Жүсіпбек Аймауытов, Әлихан Бөкейханов бәрі бірлесіп ірі қара малдарды осы губернияларға айдап әкеле бастайды. Бірақ ең өкініштісі, осы көмектескеннен кейін бізді үлкен аштық жайлайды ғой. Бүкіл 13 округта алатын аштық жайлап кетеді. Және осы көмектескен кезде көмектескен барлық зиялы қауым өкілдерін сол көмектестіңдер деп келесте соттай бастайды. Аштықтың өзінде де мысалы жаңағы біз екінші спикер Арал теңізі туралы айттыңыз ғой. Сол кезде Арал теңізіндегі балықшылар қателеспесем 14 мың тоннадай балықты Ресейге сол кезде басқа одақтарға жібере бастайды көмек ретінде. Өйткені ол кезде де аштық белең ала бастайды ғой. Сонда өздері ашығып отқан халық басқа адамдарға ауыздарынан жырып көмектесуге тырысты. Сорақы саясат деген осы шығар енді. Келесі 30-33 жылдардағы аштық туралы айтатын болсақ, бұл неден басталды? Жалпы 1929 жыл мен 30 жылдарда Мәскеуде карточкалық жүйе енгізіле бастады. Сол кезде Анастас Мирзоян дегенді білетін шығарсыздар. Сол одақтағы биліктегі адам, қазақтардың малдары көп, міне солардың малдарын пайдаланайық деп қазақтардың Қазақстандағы малдарды аша-тұяқ қалмасын деп сондай заңды енгізіп конфискілей бастады малды. Ортаға салу деген әңгімелер жүрді. Орталық билік Мәскеу мен оған жақын орналасқан аумақтарға тамақ жеткізу үшін сол алыс аймақтарды пайдаланды. Жалғыз Қазақстан емес, басқа одақтағы республикаларды да пайдаланды. Енді осы кезден бастап астық, ет салықтары қатты артып кетеді. Мысалы, ойлаңызшы, астық екпейтін халықтан астық салығын сұрайды. Содан кейін ол жерде мысалы бір отбасы ірі қараны сатады да астықты алады. Сосын астықты салық ретінде төлейді. Одан кейін одан қоса, одан бөлек ет салығы бар. Ет салығын төлейді. Сонда ол қандай мысалы үлкен шығын болды. Сол кезде әрине мысалы адамдар аштықтан қырылмағанда қалай өмір сүреді. Келесі еліміздің осы 13 округын шарпыды. Деректер бойынша 1,5 миллионнан астам адам құрбан болды деп айтады. Бірақ бұл деректер нақты емес. Өйткені мысалы Сағат Жүніс дейтін тарихшы, ол кісінің жазуы бойынша ол кездегі халық саны, жалпы өсімі ол мүлдем басқа деңгейде болды. Және кейбір санақтар дұрыс жүргізілмеген дейді. Енді мысалы ойлаңыздар, халық көшіп-қонып жүрген кезде, мысалы тұрақты мекені болмаған кезде, менің ойымша санақ жүргізу ол өте қиын сияқты. Және кейбір сол жаңағы тарихшының дерегі бойынша жаңағы кеңес билігіндегі адамдар азайтып жазды дейді қазақтардың санын. Бірақ та демографиялық өсімді ескере отырған кезде халықтың саны одан да көп болды және шығын одан да көп болды деген деректерді айтып жатыр. Бірақ нақты деректер болмаған соң, әрі архивтерге доступ жоқ болғандықтан әлі құпия ұсталып жатқан дерек көздері бар деп айтады.
Бірақ келесі тағы бір дерек көзі, ол Отырар кітапханасы ғылым орталығы бар. Сол жерде зерттеуші жұмыс істейтін Сұлтанхан Аққұлы құрбан болғандардың санын жалпы 4 миллион 86 мың адамға жуық деп отыр. Енді 1 миллион, 1,5 миллион болсын, 4 миллион болсын, ол аз сан емес. Келесі осы 29-30 жылдарда қыста әкімшілік алғашқы өлімдерді тіркей бастайды. Тамағы жетіспейді деген деректерді тіркей бастайды. Қатты зардап шеккен аймақтар ретінде осы жерде солтүстіктегі егіс өсіретін жалпы аграрлық аймақтар, сосын адайлар тұратын міне батыс аумақ деп айтады. 32 жылы наурызда Семейде тағы, мысалы, қалада бар жетімхана бар, оның үстіне тағы 3 жетімхана ашуға тура келеді. Өйткені жетім балалардың саны күрт көбейіп кетеді, қараусыз қалған балалардың саны күрт өсіп кетеді. Бірақ өкініштісі, халық қиналып жатқан кезде балаларды жетімхана ашқанның өзінде де оларды тамақпен қамтамасыз ету өте қиын болды. 1932 жылы Шығыс Қазақстанның өзінде 12 мың жетім тіркелген, ал 34 жылы 60 мыңнан асқан осы. Яғни ол ата-аналар өздері балаларын еріктерімен тастап кеткен, енді жағдай өте қатты қиын болған. Кейбіреулер әке-шешелері ауырып, аштықтан қайтыс болып кеткен, сөйтіп қараусыз қалған. Одан кейін ол кезде адамдар тамақ болмағандықтан шөп жей бастайды, тамырларды жей бастайды. Одан кейін түрлі жүгірген кішкентай аң құстарды жей бастайды. Бірақ енді тамақ мүлдем қалмаған кезде олар каннибализмге көшеді. Қазақ даласында сол сәтте аштықтан адам етін жеу белең алады. Жалпы кеңес билігі осы жағдайды, осы тарихи оқиғаны қалай түсіндіруге тырысты. Очерки истории коммунистической партии деген еңбек бар. Сол еңбекте азамат соғысы мен қуаңшылық және ауыл шаруашылығының артта қалуының салдарынан осындай жағдай болды деп түсіндіреді. Келесі Сара Камеронның кітабында қазақтар өздері эмиграция жасады, өздері үдере көшіп кетті деген ақпармен қазақтың саны азайып қалды деп түсіндіре бастайды. Яғни адамдар мысалы сұрайды ғой, неге қазақтардың саны азайды деген кезде, олар қазақтар көшіп кетті деген әңгімені алға тартқан. Одан кейін бұрынғы патшаның отарлау саясаты әсер етті дейді. Кейбірі Бірінші дүниежүзілік соғыс пен азамат соғысының әсері деп түсіндіруге тырысты. Одан кейін мына жерде тырнақшаға халықтың сауатсыздығында кінәлаған екен. Келесі, жалпы енді 30-33 жылдардағы аштықтың салдары қалай әсер етті? Қазақтар өз жерінде аштыққа айналды. Яғни, мысалы, басқа жерлерге салыстырғанда осы қазақ даласында қайтыс болған, құрбан болған адамдардың 90% ол қазақтар болып шықты. Яғни бұл кішкене этникалық көріністі көрсетіп тұр. Сосын менің өзімде жеке пікірім, дәл осы ашаршылықтың салдарынан мен ойымша қазақ тілінің қолдану аясы өте тарылды, әрі осы аштық қазақтарды кеңестендірді, яғни советтендірді. Сосын қазақтар осы аштықтың салдарынан көрші елдерге үдере көшті. Ол мысалы Қытайдағы Шыңжаң аумағына, Өзбекстанға, Қырғызстанға, Ресей ауып кеткен адамдар да бар. Осы кезде мал саны қатты азайды. Сол мал санын бұрынғы деңгейге жеткізу үшін Кеңес одағының билігіне 30 жылдан аса уақыт кетті. Соның өзінде де олар әрең қалпына келтірді. Панасыз қалған жетім балалардың саны күрт артты. Жалпы экономикалық жүйесі құлдырады қазақтардың. Қазақтарда қандай экономикалық жүйе болды? Көшіп қону, жаңағыдай ауыстыру, мысалы малды тамаққа айырбас саудасы, соның бәрі құлдырады. Өйткені олардың қазақтар үшін мысалы ақша ол бізде мал болды ғой. Сол ақшасы мал біткен соң енді ақшасы жоқ, солай экономикасы құлдырап кетті. Онымен қоса экономиканы ұстап тұратын адамдар да азайды. Келесі 1937-38 жылдары осы аштық кезінде көмектесуге тырысқан
мал айдап барған барлық осы зиялы қауым өкілдерін соттап қуғын сүргінге ұшыратты. Жалпы осы жерде 1932-33 жылдардағы ашаршылық ақиқаты деген кітап бар. Соның 14-ші бетінде Алдажұманов пен Әбілғожин атты осы тарихшылар, зерттеушілер ашаршылықтың зардаптарын талдай, оны этноцид ретінде бағалады. Авторлар 92-ші жылдың 30-ші мамырында этноцид атауымен жарық көрген мақалада қазақтар мен КСР-ның басқа да халықтарын қайғы қасіретке ұшыратқан ауыл шаруашылығын социалистік қайта құру, дәстүрлі мал шаруашылығын күйрету және жергілікті халықтарды еркінен тыс социализм жолына түсіру кеңестік биліктің жүйесіз бағытының қиратушылық сипатын негіздеп берді. Жалпы этноцид ретінде баға беріп отыр. Енді қазіргі уақытта біз осы оқиғаны қалай еске аламыз? Бізде тек қана 31-ші мамыр күні саяси қуғын-сүргін, ашаршылық құрбандарын еске алатын күн ретінде ғана осы 31-ші мамыр бекітілген. Бірақ мен ойымша, жалпы басқа да зерттеушілердің де пікірлерін тыңдаған болатынмын. Ол кісілер де айтады, 31-ші мамырды мысалы ашаршылық құрбандарымен қуғын-сүргінге біріктіріп қойған ол дұрыс емес. Яғни ашаршылық құрбандарына да бөлек өзінің еске алатын күні болу керек, және қуғын-сүргін құрбандарының да өздерінің бөлек күні болу керек дегенге келдік. Өйткені осы нәрсе мен ойымша бұл тарихи оқиғаның маңызын азайтуға тырысатын секілді, азайтатын секілді. Келесі, мен осы тақырыпқа қатысты біздің әдебиетте де, қазақ әдебиетіндегі кітаптарды оған қоса зерттеу жұмыстарында ұсынғым келеді. Ол бірінші, ол Смағұл Елубайдың Ақбоз үй деген шығармасы, кейін Халық Сейт Кемелевтің Шұбырынды қанды босқын, Манаш Қозыбаев Ақтаңдақтар ақиқаты. Манаш Қозыбаев ол осы алғаш жазып бастаған адамдардың бірі, тарихшы. Келесі, қазақ қалай аштыққа ұшырады деген кітап. Бұл жалпы тарихшылардың бірігіп жазған еңбегі. Келесі кітап ол 1932-33 жылдардағы ашаршылық ақиқаты. Валерий Михайловтың ғаламат жұрт шежіресі, және неміс тарихшысы, зерттеушісі Роберт Киндлердің Сталиндік көшпенділер деген кітабы бар. Өте жақсы жазылған. Келесі Сара Кэмерон аштық жайлаған дала деген еңбегі бар. Өте жақсы зерттелген. Келесі тыңдауға, көруге ұсынамын. Осы ашаршылыққа қатысты деректі фильм бар. Одан кейін Дөпсөздің өздерінің ашаршылыққа қатысты шығармалары бар. Оған қоса осы жерде замандасқа келген Дөпсөз қонаққа замандасқа барады. Сол кезде «Грош мне цена, если я не буду говорить об ашаршылық» деген сөзбен осы Дөпсөздің хостары ашаршылықтың маңызы туралы айтқан болатын. Сол себепті міндетті түрде тыңдап шығыңыздар. Келесі, тарихшы осы біздің Евразия ұлттық университетінде Құрманғали деген тарихшы кісі бар, сабақ береді. Сол кісінің сұхбатын тыңдап шықсаңыздар, ол кісі әсіресе 1921-22 жылдардағы ашаршылық жайлы деректерді көп айтады. Енді қорытындылай келе, жалпы не үшін осы тақырыпты алдым? Өйткені бұл өте-өте маңызды, әрі осы қайтыс болған адамдардың мысалы сандары ол жай ғана статистика емес. Мысалы ойлап қарасаңыздар, көп жағдайда бұл 1-2-3 буынның бір уақытта өмірден жоқ болып кетуін көрсетеді. Ол өте қорқынышты, өйткені осы сәттен бастап біз кішкене өзіміздің идентикамызды жоғалтып алған сияқтымыз. Өйткені бізде айтады ғой, әкеден балаға, анадан қызға деп мысалы берілу керек білім, біздің өзіміздің тұрмысымызға қатысты нәрселерді біз осы жерде жіберіп алдық. Өйткені соны айтатын, соны бізге жеткізетін адамдар жоқ болып кетті, қырылып қалды. Сол себепті бұл нәрсе мені қатты алаңдатады.
әрі әлі күнге дейін біз оны толық зерттеген жоқпыз. Тіпті Жақсылық Сәбитов тарихшының айтуы бойынша бұл ашаршылықты тек қана 15% ғана зерттелген, ал бұл өте аз. Мәселен, Сара Камеронның еңбегінде де айтылады, мысалы, неге Украинадағы аштық туралы мәліметтер өте көп? Өйткені әрине ол геополитикалық жағдайға да байланысты. Қырғи қабақ соғыстың салдарынан, мысалы, Харвардта зерттеушілерге көп қаражат бөлінді. Олар осы Харвардтың зерттеушілері, тарихшылары Украинада зардап шеккен аштықтың картасын да жасады, ашаршылықтың картасын да жасап, маңызды оқиғалардың бәрін хронологиялық тізбекпен дайындап шықты. Бірақ бізде ол мүмкін емес дейді, өйткені бізде санақ дұрыс жүргізілген жоқ, әрі архивтерге кіру кішкене қиындау. Міне соның салдары бізге тиіп жатыр. Бірақ алдағы уақытта менің ойымша тарихшылар осы тақырыпты зерттейді деген үміттемін. Жалпы ашаршылықтың әлі күнге дейін осылай дұрыс зерттелмегенін байқауға болады. Кеңес одағының кезінде де ақтаңдақ болған бұл тақырып әлі де сол қалпында ма деген сұрақ туады. Сол себепті зерттеушілер көбірек зерттейді деген үміттемін. Иә, рахмет. Сосын тағы айтқым келген нәрсе, қазіргі таңда менің ойымша біздің мемлекетіміздің күн тәртібіне бұл тақырып аса қатты қызық емес. Сол себепті де кішкене бұл осы ашаршылыққа қатысты, қуғын-сүргіндерге қатысты назар дұрыс аударылмай жатыр ма деген ой келеді. Иә, рахмет. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар. Менде сұрақ бар, қойсам болады ма? болады. Жай сұрақ емес, жай өзімнің сенің жаңағы сені тыңдап отырып өзіме келген ой деп айта кетсем болады сұраққа қарағанда. Бізде жалпы Қазақстанның халық саны да өте аз ғой. Мысалға Өзбекстан бізден 2 есе халық саны өте көп та. Мысалға бізде Қазақстанда 20 миллион халық саны болса, Өзбекстан 37 миллион қажет уже деген сияқты ше. Бірақ біздің жаңағыдай Өзбекстанға қарағанда жеріміз кең, да, байтақ, да, халқымыз, тарихымыз терең деп айтсақ та болады. Сол жаңағы кезінде қазақ жаңағы кітаптарды ұсынған кезде де жаңағы голод казахских степей, қазақ даласын жайлаған ашаршылық деген кітап көзіме түсті. Жалпы енді мен ашаршылықты кішкене тарих жағынан, қазақ тарихы жағынан біле беремін деп айта алмаймын, бірақ Өзбекстан ашаршылық сол жылдары 21-22, жаңағы 30-33 жылдары тек Қазақстан даласында болды ма, әлде Өзбекстан аумағында да жалпы ашаршылық сезілді ма? Жалпы АКСР деп жаңағы құрылды деп бастадың ғой. Сол Өзбек АКСР сол кезде қандай болды? Сол жақта бізде неге мен кішкене өте қынжылтатын нәрсе, біз сондай тәуелсіздік алған кезде біздің халық санымыз Өзбекстанға қарағанда өте 3 еседей. Енді қазір өсіп жатыр әрине, бірақ тәуелсіздік 91 жылы алған кезде біз Өзбекстанның 2 есе 3 есе халық саны өте аз болды. Бірақ жаңағыдай біздің жеріміз кең, байтақ, тарихымыз терең деген сияқты сондай нәрселер кішкене қынжылтады. Сол жағынан кішкене өзің қалай ойлайсың, соны айта кетсең. Жалпы негізі үлкен мифтердің бірі айтады ғой, егер ашаршылық болмаған жағдайда қазақтар бәлкім 100 миллион, 70 миллион болатын еді деген сияқты айтатын адамдар өте көп, бірақ ол нақты ешкім олай айта алмайды, өйткені ол кездегі демографиялық өсімге байланысты оның қалай болған, яғни математикалық бір есеп болса, сонымен есептеп шығарса, окей, оны дәлелдеу керек, бірақ дәл осындай болды, мынандай болар еді деген ол қате түсінік деп ойлаймын. Оны мысалы Жақсылық Сәбитов та айтып кетті. Одан кейін жалпы негізі бүкіл одақ бойынша ашаршылық болды, бірақ өте қатты қиналған, зардап
біріккен аумақтар жаңағы біздің Қазақстан, сосын Украина, содан кейін казактар, одан соң Волга немістері, олар осылай қатты зардап шекті. Бірақ Қырғызстанда да жаңа Өзбекстанда да нақты болды болмады, оны нақты айта алмаймын, өйткені мен ол жақты зерттеген жоқпын. Ал жалпы деректер бойынша бүкіл одақ бойынша не болды, аштық болды деді. Сосын егер мысалы Қырғызстанға қатысты Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн деген шығармасын оқуға кеңес беремін. Сол жерде де жаңа қалай кеңес одағының саясаты қырғыздарға қалай әсер еткенін көрсетеді. Ол жерде де аштық туралы сөз етеді Шыңғыс Айтматов. Қателеспесем, иә. Жалпы аштық болды, бірақ дәл Қазақстан мен айтқан территория аумақтардағыдай қатты олай әсер болған жоқ. Рахмет жауабына. Өйткені біз Кореяда жүрген кезде де көбісі сұрайды да маған. Жай ғана өз ойым. Неге Қазақстан әлем бойынша, жер көлемі бойынша 9-шы орында, бірақ халық саны Кореядан 3 есе аз деген сияқты ше. Сол кездерде енді менде енді бір тарихи база, фундамент, тарихи жаңағыдай сенім, білімге деген сенімділік деген, жалпы тарихты жақсы білемін деп айта алмаймын. Сондықтан да сол жағынан менде кей кезде кәрістер сұраған кезде, әсіресе Қазақстан деп айтқан кезде, кішкене менде сұрақтарға жауап бере алмай қынжылып қалатыным бар. Соған менде сол сұрақтар өте сондай ойымда Кореяға келгелі ойымнан кетпей жүрген сұрақтардың бірі болды. Жалпы негізі мынандай нәрсе бар да, қазақтар неге тілмен проблемасы бар дейді, неге қазақ тілі проблема ол бізде деп айтады. Өйткені осы нәрсенің бәрі әсер етті, ол салдары ғой. Мысалы кеңестендіру саясаты жүрді, біз соның қазір жемісін көріп жатырық. Бірақ жаңағыдай мысалы ашылық болып кетуіміздің де ол біздің осылай түрлі соғыстарды да көрдік қой. Мысалы Торғайдағы мысалы көтерілістер болды, оның алдында көтерілістер әсер етті. Одан кейін ашаршылық болды. Ашаршылық бір емес, бірнеше рет болды. Мысалы тарихшылардың айтуы бойынша 21, 21-22, 30-33 жылдары, сосын 46-48-де де аштық болды деп айтады. Соғыстан кейінгі уақыттан кейін де аштық болды деп айтады, бірақ ол туралы деректерді көп таппадым. Сондықтан соғыс уақыты болды, қаншама мысалы кеңес одағы кезінде жай ғана кішкене малды союға жібереді ғой. Сол сияқты мысалы соғыс уақытында да осылай шалғайдағы мемлекеттердегі адамдарды осылай жіберіп, біз соның салдарынан адам саны азайып кетті. Оған қоса жер ауыстыру бар. Корея азаматтарын мысалы Қазақстанға көшіріп әкелді, шешендерді көшіріп әкелді, басқа да ұлт өкілдерін көшіріп әкелгендіктен қазақтар ашылық болып қалды өзінің территориясында. Сол себепті де оған қоса тәуелсіздік алғаннан кейін жаңағы көшіп келген өздерін репатриация жасап, өздерінің елдеріне көшіп кетті де, ол да қазақтардың санын, жалпы Қазақстанда халық саны азаюына әкеліп соқты. Мен айтайын деп едім, қосайын деп кішкене мүмкіндік болса. Бұл қырғыздар, өзбектер сол ашаршылық кездерінде қазақтарға көп көмектесті, және олар да енді кеңес одағы келген кезде оларға да қиын болды. Бірақ та мысалы өзбектерде ең басынан олар өздігінен отаршыл халық болғаннан кейін оларда ондай көп, олар ондай қатты зардап шеккен жоқ. Қырғыздар да көмектесті. Мысалы көптеген деректер бойынша қырғыздар бізге мал жіберді, сосын ұн жіберді дегендей сияқты алашордалықтармен келісті. Және мысалы Ташкенттің өзінде қазақтардың мазары бар. Себебі көптеген қазақтар сол Өзбекстанға қашып, Өзбекстанға келген кезде шыдамай сол қайтыс болып, себебі жаяу жүрді ғой, енді барымен қашты, және сол жерде кәдімгідей үлкен малар бар қазақтардың. Ал қазақтар неге
сондай кішігірім халық болғаны негізінде ең басынан біз көшпенді халық болғандықтан көшпенділік деген ол үлкен территория алып оны көшіп жүру деген, және де тіпті ашаршылықтан бұрын біздер халық саны ондай үлкен болған жоқ, бірнеше миллион. Бірақ та енді біздің шекарамыз үлкен болды. Себебі ол сондай біз үнемі сол үлкен кеңістікке көшіп қонып жүрдік. Сондықтан да бізге отаршыл халықтарда керісінше сондай кішігірім елді алып жүреді де, ал көшпенді халықтар олар үнемі үлкен территорияны алады. Тіпті Монғолияда өздері олар да көп емес негізінде, бірақ та олардың да елі өте үлкен. Рахмет көп. Жалпы жаңа сол айтып жатыр ғой. Тағы бір кітап есіме түсіп отыр. Қаралы көш деген кітап бар. Ол жалпы мысалы қазақтар осы кеңес билігі орнаған кезінде енді байларға қатты қанау жүргізді ғой. Сол кезде халық жалпы билікті де қолдағысы келмей үдере көшкен сәттер де болды ғой. Сол кезде мысалы олардың қалай көшкендігін көрсетеді. Қаралы көш. Сосын Алтайдан ауған ел деген Астанада спектакль бар. Жалпы Халифа Алтайдың да сол Алтайдан ауған ел деген шығармасы бар. Міндетті түрде соны оқуға кеңес беремін. Өйткені жалпы жаңа айтып жатырмыз ғой, қазақтар Хиуа деген жерде де қазақтар көп болды. Ташкентте де болды. Мысалы көшкендер де бар, бұрыннан тұрғандар да бар. Солай жан-жақта негізі шашылып жүргенбіз да. Сондықтан менің ойымша санақты да дұрыс жүргізбеген сияқты. Сол себепті нақты санға байланысты дерек жоқ. Бірақ қазір енді айтады 1,5 миллион адам қайтыс болған дейді. Нақты 30 пен 33 жылдардағы ашаршылық кезінде. Бірақ кейбіреулер мүлдем басқа деректер айтады. Сол себепті әлі зерттелу керек, әлі де архивтерді ақтару керек. Бірақ оны істейтін тарихшылар керек бізге, зерттеушілер керек. Солай. Рахмет көп сұрақтарыңызға, өте қызық болды сұрақтарыңызға жауап берген. Мына жақта жазып жатыр. Өте маңызды тақырып, қазақ тарихындағы ашаршылық пен қиын және сирек талқыланатын тақырыптардың бірі дейді. Қайран қазағым, жүрегім ауырып жатыр осындай мәліметтерді естіп дейді. Рахмет көп Мадина жауабыңызға, пікіріңізге. Солай. Құрметті спикерлер, көп рахмет бүгін қосылғандарыңызға, сіздерге барлығы ұнады деген ойдамын. Бүгін өте қызық тақырыптарда өздеріңіз сөз сөйледіңіздер, маған қатты ұнады. Енді алдағы уақытта біздің тыңдармандарға да ұнайды деген ойдамын. Өйткені өте өзекті тақырып, өнер, тарих, саясат болсын, бәрі өте маңызды деп ойлаймын. Және адамдар осы тақырыптарға көбірек қызығушылық арттырса екен деп сондай ойдамын. Өздеріңіздің осы бүгінгі кеш туралы өздеріңіздің бір сөздеріңіз болса, ойларыңыз болса, әсерлеріңіз болса, мархабат. Мен жалпы айта кететін болсам, қазір енді заман дамыған сайын да адамдардың да қызығушылығы әртүрлі ғой. Жаңағы айтқандай, тіпті қазақ даласын зерттейтін зерттеушілердің сондай аздығы да, көп деректердің ашылмағандығы, бұл да енді жастардың қызығушылығының аздығы шығар деп ойлаймын. Сондықтан да жай ғана кеңесім, әрине басқа елді зерттегенге қарағанда, әрине өз қазақ елін, біріншіден қазақ жерінде де әлі ашылмай жатқан неше түрлі деректер, ойлар деген сияқты. Сондықтан да өз еліндегі сондай тарихқа үңіліп деген сияқты, қоғамға үңіліп деген сияқты, неше түрлі өнерге, әдебиетке деген сияқты сондай ғана кеңес айтқым келеді. Өйткені менде жалпы Кореяда оқығаныммен көп жаңағы қазақ кітаптарды оқуға тырысып тұрамын. Әрине басқа тілде де оқимын. Өзге тілді бәрін өз тілімді құрметсе, әрине мен 5 тілде 4 тілде сөйлей бергенмен, әрине ол да жақсы, бірақ ең бастысы өз елінде болып жатырған нәрселерге, өзінің тарихына, өзінің әдебиетіне үңілу, бұл да бір өзіндік тұлға ретінде қалыптасуына үлкен көмектеседі деген ойдамын. Рахмет пікіріңе. Мәдени контексті жоғалтып алмау керек сияқты, шетелде жүрсен де. Өйткені көпір ғой ол.
иә рахмет. Рахмет. Ең біріншіден осыны бәрін ұйымдастырып шақырылғаныңызға рахмет. Өте қуаныштымын. Және де маған осы Ержанның де торығында презентациялары, лекциялары ұнады. Керісінше үлкенірек форматта естігім келер еді. Мен өзім Кореяда болмасам да, бірақ та Корей мәдениеті маған ұнайды. Тек қана кей-поп пен дорамалардан бөлек, жалпы Кореяның тарихы қазақтың тарихына өте ұқсас, әсіресе Жапония отарлаған кезде. Және де мен үнемі корейлектерге қызығатыным сол Жапония оларды отарлаған кезде ашық айтатыны, медиада болсын, музейлерді салады, соның бәрін ешқашан да ұмытпайды, тіке айтады деген сияқты. Сол деңгейге біз әлі де жетпеген сияқтымыз, бірақ та осындай кішігірім көпірлер жасау арқылы, ой талқылау жасау арқылы меніңше біз де сондай өзіміздің травмамызды мойындау жолындамыз деп ойлаймын да. Сол үшін көп рахмет, маған өте қатты ұнады. Көп рахмет, Дария, сізге де. Ержан, саған да көп рахмет. Бүгін өте қызық тақырыпта ой талқы болды. Жалпы шынымен де тарихымыз өте қатты ұқсайды корейліктермен. Алда біздің тыңдарманымыз, көрерменіміз айтып жатыр. Барлық спикерлерге көп рахмет. Бұл өте ақпараттық және пайдалы әңгіме болды. Болашақта осындай талқылаулар көбірек болады деген үміттемін дейді. Өз тіліміз бен мәдениетімізді қолдауымыз керек деген пікірмен келісемін, себебі ол біздің ана тіліміз. Расымен де мәдени контекстті ұмытпау керек. Сосын жаңағыдай бізде бір сол деңгейге жететін шығармыз деп ойлаймын. Бірден бір себеп алған себебім осы ашаршылық тақырыбын, өйткені рефлексия жасауымыз керек деп ойлаймын тарихқа. Өнер арқылы жаңағы мысалы аралдан айырылып қалдық, ол да біздің мойнымыздағы үлкен мысалы жауапкершілік қой негізі, бірақ оны біз көп дұрыс сезіне бермейміз. Сол өнер, тарих, саясат бәрі менің ойымша адамдарға соны түсінуге, әлеуметтік жауапкершілігі бар екенін түсінуге көмектесетін сияқты. Әрі жаңағыдай рефлексия жасау арқылы бұл біз осылай қиналдық деген мүсәпірлікті алға тарту мақсатында айтылып жатқан нәрсе емес. Бұл керісінше бізде осындай нәрседен өттік, соған өзіміздің рефлексиямызды жасап, ары қарай ондай нәрселердің болмауына жол бермеуіміз керек деймін. Солындай мақсатта ғана алып отырмын. Сол себепті көп рахмет бүгін қатысқандарыңызға. Сөзімді жерге тастамай, әрине бұл кештің ой талқының өте жоғары деңгейде өткенін қатты қаладым, және оның алдында болған олқылықтар үшін өте қатты кешірім сұраймын сіздерден. Жалпы негізі офлайн болу керек еді, адамдар келу керек еді, сосын онлайн Дария спикеріміз қосылу керек еді. Солай болады деген ой болды, бірақ мүмкін болмады, өкінішті. Бірақ сонда да подкастқа келісім бергендеріңіз үшін көп рахмет айтқым келеді. Өйткені сіздерді адамдар естісе екен, білсе екен деймін. Өйткені мен айналамда өте сондай білімді, өнерлі адамдар өте көп. Солар туралы жалпы жұрт білсе екен деген оймен менде бір алаң ашып жатырмын. Солай қатысқандарыңызға, сөзімді жерге тастамай осылай жауапкершілікпен қарағандарыңызға көп рахмет айтқым келеді. Солай ой талқыға қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Ендеше меніңше аяқтауымызға болатын сияқты. Достар, бұл ой талқы болды, бірақ бұл ой талқы бір кесе шай подкастында шығатын болады. Сіздермен бірге мен осы ой талқының модераторы және бір кесе шай подкастының авторы Торғын, және біздің қонақтарымыз Дария Темірхан мен Ержан Бижанов. Солай. Көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Саған да уақыт бөліп осындай. Рахмет. Мадина, көп рахмет, бізге өзінің тілектерін жазып жатыр екен. Ержанды білем, біз Пусанда кездестік деп. Мадина? Көп рахмет, Мадина, осылай уақыт бөліп қосылғаныңыз үшін. Біз үшін өте маңызды. Ары қарай, достар, бұл міндетті түрде бір кесе шай подкастының каналына жарияланады. Сол жерде де тыңдауға болады. Көп рахмет, сау болыңыздар. Қосылғандарыңызға көп рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.
End of recording. Okay.